26 мамыр Грузия Республикасының ұлттық мейрамы мемлекет тәуелсіздігінің қалпына келтірілген күні. Грузия Еуропа құрлығының оңтүстік шығысында, Кавказ тауының оңтүстік бөлігінде орналасқан. Солтүстігінде Ресеймен, шығысында Әзербайжанмен, оңтүстігінде Түркия, Армениямен шектеседі. Грузияның құрамына Аджар және Абхаз республикалары енген. Астанасы Тбилиси қаласы, ресми тілі грузин, ақша бірлігі лари. Әкімшілік жағынан 65 ауданға бөлінеді. Елді 5 жылға сайланған президент басқарады. Жоғары заң шығарушы органы 2 палаталы парламент, атқарушы органы жоғарғы кеңес. Қазақстан мен Грузия Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы шілденің 23-інде орнатылды. Гайана Кооперативтік Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Гайана оңтүстік Американың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан мемлекет. Астанасы Джорджтаун қаласы. Ресми тілі ағылшын, сонымен қатар үндіс және жергілікті халықтардың да тілдері қолданылады. Ақша бірлігі гаян доллары. Әкімшілік жағынан 10 округке бөлінеді. Елді 5 жылға сайланған президент басқарады. Жоғары заң шығарушы органы 1 палаталы ұлттық ассамблея. Жоғарғы атқарушы органы министрлер кабинеті. Негізгі сауда серіктестері Канада, ақш және Ұлыбритания. Ресей кәсіпкерлерінің күні де 26 мамыр. Ресей Федерациясы президентінің 2007 жылғы 18 қазандағы жарлығымен бекітілген. Есте қалар оқиғаларға келер болсақ, 1995 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ жеріндегі атом қаруының жойылғаны жөніндегі үндеуі баспасөз бетінде жарық көрді. Семей полигонының аумағында соңғы ядролық заряд жойылды. Ұзақ жылдар бойы көп қасірет шеккен Қазақстан халқы халықаралық атом зардабының бүкіл ауыртпалығын көтеріп келген. 45 жыл бойы Семей даласында 459 ядролық жарылыс, соның ішінде ауада 113 жарылыс жасалды. Радиоактивтік сәуле алған 500 миллионнан астам қазақстандықтардың денсаулығы ядролық жанталаса қаруланудың құрбандығына шалынды. 2000 жылы Шымкенттегі Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ғимараты алдына Мұхтар Әуезовтің ескерткіші орнатылды. Есімдерге тоқталар болсақ, 1958 жылы дәл осы күні кинорежиссер Бақытжан Қилыбаев дүниеге келді. 1995-1998 жылдары Граждане телекомпаниясының көркемдік жетекшісі. 1998 жылдан Таң телерадио компаниясының президенті, Казкоммерцбанк ашық акционерлік қоғамының атқарушы директоры қызметтерін атқарған. Ол Дамир Қосуддина, Бірге Дархан үшеу, Ганафер, Жаңа жылдық оқиға тағы басқа фильмдердің сценарийін жазған және режиссері болған. 1950 жылы актер, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Айдос Бектеміров дүниеге келді. Қазақконцерт бірлестігінде, Республикалық гүлдер ансамблінде, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында қызмет атқарды. 2003 жылдан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері. Театр сахнасында Мәди, Мұрат, Мылқау, Науан Хазірет, Тұрар, Орманшы, Абай рөлдерін орындады. Режиссер ретінде 1998 жылы Сараевтың «Мұңым менің» пьесасын сахналады. Шоқан Уәлиханов провинциялық роман көркем фильмдеріне де түскен.